Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі біздің екінші сабағымыздың тақырыбы кесте элементтерін пішімдеу, және де бүгін ұяшықты пішімдеу терезесімен танысатын боламыз. Кесте элементтерін пішімдеу. Кестеде үнемі бір ұяшық белсенді күйде болады, ал белсенді ұяшық жиектері басқалардан ерекшеленіп тұрады. Ұяшықты белсенді ету үшін меңзерді сол ұяшыққа апарып шерту керек. Бірнеше ұяшықты таңдау үшін тінтуір меңзерін ұяшықтардың біріне қойып, тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, оны жібермей созу керек. Бірнеше ұяшықтар тобын таңдау үшін Ctrl пернесін басып, оны жібермей таңдаған ұяшыққа дейін созу қажет. Кестенің тұтас бағанын немесе жолын таңдау үшін баған немесе жол атауын нұсқау керек. Ұяшықтардың сыртқы көрінісін безендіру, түрлі сипаттағы деректерге түзетулер енгізу, ұяшықтарды біріктіру және тағы басқа мүмкіндіктер ұяшықты пішімдеу арқылы жүреді. Ұяшықты пішімдеу терезесін екі әдіспен ашуға болады. Бірінші әдіс басты главная мәзірінен сан число бөлімінің төменгі оң жақ бұрышындағы бағыттауыш сызықты таңдау. Екінші әдіс ерекшеленген ұяшықтың жанама мәзірінен ұяшықты пішімдеу командасын таңдау. Ашылған ұяшықты пішімдеу терезесі 6 бөлімнен тұрады. Сан, түзету, қаріп, шекара, құйып бояу, қорғау. Сан, число бөлімі. Ұяшыққа енгізілетін деректер типінің жалпы сандық, ақшалай, күні, уақыты, пайыздық, бөлшектік, мәтіндік немесе қосымша форматта берілуі. Сан бөліміндегі санды жазған кезде үтірден кейінгі нүктелерді өшіру үшін мұнда тұрған 2-ні 0-ге түсіріп тастаймыз. Ақшалай бөлімінде әр санның соңына теңге немесе доллар деген сияқты осы таңбалар қойылады. Оны осы функциялардың ішінен таңдап қойсақ болады. Дата күн бөлімінде күндердің әртүрлі жазылу түрлері көрсетілген. Осы жерден өзімізге ұнаған, өзімізге керекті түрін таңдап алсақ болады. Уақыт бөлімінде де уақыттың жазылуының 3 түрі көрсетілген. Процентный пайыз бөлімінде әр санның соңына процент белгісін қойып береді. Осылайша біз енгізген сандарды әр бөлім бойынша түрлендіріп отыра аламыз. Түзету бөлімі ұяшыққа енгізілген санның немесе мәтіннің орналасуын көрсетеді. Тігінен, көлденеңнен, ортаға және бағыт бойынша пішімдеуге болады. Неде бұл бөлімде егерде сөзіміз біздің ұяшыққа сыймай қалатын болса, оны тасымалдауға болатын переносить текст деген батырма бар. Және де ұяшықтарды біріктіру батырмасы бар. Тексті бағыт бойынша пішімдеуге арналған құрылғы. Қаріп, шрифт. Ұяшықтағы деректер типін түрлендіруге, қаріп көлемін, түсін өзгертуге болады. Шекара, граница.
кесте жиектерінің қалыңдығы мен түстер баптауынан тұратын қосымша параметрлер. Құйып бояу, заливка, кесте ұяшықтарының түстер типін және өрнек түрлерін таңдау. Қорғау, ұяшыққа жазылған мәліметті өшіп кетуден, немесе мәтіннің ауысып кетуінен қорғау. Мінекей достар, бүгінгі сабақта ұяшықта пішімдеу терезесімен толық танысып шықтық. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де видео ұнаса, ұнатуды басуды ұмытпаңыздар.